Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгінгі сабағымызда тең берілі үшбұрыштар туралы кері теоремамен танысамыз. Бұл теорема екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі: егер үшбұрыш тең берілі болса, онда бұл үшбұрыштың табанындағы бұрыштары тең болады. Екінші бөлімі: керісінше, егер үшбұрыш табанындағы бұрыштары тең болса, онда үшбұрыш тең берілі болады. Қазір теореманың бірінші бөлімін дәлелдейік. Бізге АБЦ тең берілі үшбұрышы берілген. Оның АС және BC қабырғалары тең. Бізге дәлелдеу керек А бұрышы мен Б бұрышының тең екендігін. Теореманы дәлелдеу үшін С төбесінен биссектрисасын жүргізейік. СД биссектрисаны жүргіздік. Сонда АСД бұрышы ДЦБ бұрышына тең болады. Жазамыз. Енді АСД және БЦД үшбұрыштарын қарастырайық. Бұл үшбұрыштарда СД қабырғасы ортақ қабырға. АСД үшбұрышының АС қабырғасы БСД үшбұрышының BC қабырғасына ол теорема шарты бойынша тең. АС және BC тең. Және біз СД-ны биссектриса етіп жүргізгендіктен АСД бұрышы мен ДЦБ бұрыштары тең. Біз оны жазып қойдық. Сонда бұл АСД және BCD үшбұрыштары үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі бойынша өзара тең болады. Ал егерде бұл екі үшбұрыш тең болатын болса, онда олардың барлық сәйкес қабырғалары және сәйкес бұрыштары тең. Ендеше САД бұрышы тең болады СБД бұрышына. Міне біз тең берілі үшбұрыштың табанындағы бұрыштарының тең болатындығын дәлелдеп шықтық. Енді теореманың екінші бөлімін дәлелдейік. Егер үшбұрыш табанындағы бұрыштары тең болса, онда үшбұрыш тең берілі үшбұрыш болады. Бізге АБЦ үшбұрышы берілген. Оның А төбесіндегі және Б төбесіндегі бұрыштары тең. Біз АБЦ үшбұрышының тең берілі үшбұрыш екендігін дәлелдеуіміз керек. АБЦ үшбұрышының А және Б төбелерінің жазылу ретін өзгертіп, БАЦ үшбұрышын алайық. Міне, БАЦ үшбұрышын алдық. Бұл үшбұрыштың АБЦ үшбұрышынан өзгешелігі тек Б және А төбелерінің жазылу ретінің ауысуында ғана. БАЦ үшбұрышының Б бұрышына АБЦ үшбұрышындағы А бұрышы сәйкес келеді. Ал А бұрышы мен Б бұрышы тең. Сол сияқты БАЦ үшбұрышының А бұрышына АБЦ үшбұрышының Б бұрышы сәйкес келеді. Бұлар және бір-біріне тең. Теорема шарты бойынша мінеке жазып қойғанбыз. Және БАЦ үшбұрышының БА қабырғасына АБЦ үшбұрышының АБ қабырғасы тең болады. Ендеше бұл жерде үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі орындалып тұр. Яғни, бір үшбұрыштың бір қабырғасы мен оған іргелес жатқан екі бұрышы, екінші үшбұрыштың сәйкес қабырғасы мен оған іргелес жатқан екі бұрышына тең болса, онда үшбұрыштар тең болады. Яғни, АБЦ үшбұрыш мен БАЦ үшбұрыштары тең. Ал егерде үшбұрыштар тең болса, олардың барлық сәйкес қабырғалары тең. Яғни, БАЦ үшбұрышының СБ қабырғасына АБЦ үшбұрышының АЦ қабырғасы тең. Және БАЦ үшбұрышының СА қабырғасына АБЦ үшбұрышында СБ қабырға тең.
Сонымен біз ABC үшбұрышында AC мен BC-ның тең екендігін дәлелдедік. Бұдан шығатыны ABC үшбұрышы тең бүйірлі үшбұрыш. Теорема дәлелденді. Сонымен біз қазір дәлелдеп шыққан теорема екі бөлімнен тұратын болды. Екінші теорема бірінші теоремаға кері теорема болып табылады. Енді мынандай тапсырманы орындайық. Тең қабырғалы үшбұрыштың барлық бұрыштары тең болатындығын дәлелдеңіздер. Бізге ABC тең қабырғалы үшбұрышы берілген. Сонда AC тең болады, BC тең болады AB-ға. AC мен BC-ның теңдігінен ABC үшбұрышының тең бүйірлі үшбұрыш екендігі шығады. Ал егер үшбұрыш тең бүйірлі болса, алдында дәлелдеген теорема бойынша оның табандағы бұрыштары тең болады. Яғни А бұрышы мен Б бұрышы тең болады. Енді AC қабырғасы мен AB қабырғасы тең болғандықтан С бұрышы Б бұрышымен тең болады. Олай болса, үшбұрыштың үш бұрышы да бір-біріне тең екен. Сонымен оқушылар, тең қабырғалы үшбұрыштың барлық қабырғалары тең, сонымен қатар барлық бұрыштары да тең болады екен. Сонымен оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда тең бүйірлі үшбұрыш туралы кері теореманы қарастырдық. Енді үйден мынау тапсырманы орындап, өздеріңіз бүгінгі өтілген сабақты пысықтаңыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.